Сәлеметсіздер ме? Бүгін Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі ұйымдастыруымен Сиверс алма ағашының гүлденуі атты бір күндік ақпараттық турға келіп қалдық. Сиверс алма ағашы Жетісу облысының таулы аймақтарында өсетін ерекше өсімдік. Алма ағаштарының бұл түрін алғаш рет 1793 жылы Петербург ботанигі Йоган Сиверс анықтаған. Соның құрметіне алма ағашқа Сиверс атауы берілген. Сиверс алма ағашының ДНК-сы әлемдегі барлық алма ағаштарынан кездескен. Яғни бұл әлемдегі алма атауының арғы атасы Сиверс алмасы екенін дәлелдейді. Сәуір айының соңынан және мамыр айының ортасына дейін осы керемет ағаштар гүлдей бастайды. Осындай керемет құбылысты көру үшін шетелден туристер келеді. Бұл әрине еліміздің туристік әлеуетін арттыруға ықпалын тигізеді.